тыйым салынса да, мен бірақ оны өзімше неге тыйым салады, мынау тым жақсы дұрыс нәрсеге тыйым салған еш деп қарамадым да. Вот сол жері менің ақымақтығым, сол жері менің надандығым. Рашид ел аумағында қызметіне тыйым салынған таблиғи жамағат экстремистік ұйымына адам тартты. Тобырдың астыртын тағуатын Қордай ауданындағы мешіттердің маңайында жүргізген. Бірақ дер кезінде қылмысы әшкереленіп, қапасқа 5 жылға қамалды. Жастарды соған итермеледім, айтқанда. Қолғабыс бердім, қалайдың сол. Поддерживал да, айтқанда, оларды қолдадым боларды. Сол идеология олар біздің байлығымызға көз салып жүр олар. Құрбан деген нәрсені бұл ұйымда бірінші орынға сатыға қойып, түсінігін алмастыратын еді. Подмена понятия деп айтады. Бұл деструкцияның бір сипаты, ол ең бірінші отбасы құндылықтары жоғала бастайды. Ол отбасына ойран қылады. Дініміз ол нәрсені үйретпеген. Дінге келдің бе, сатылы түрде адам білім алу керек ең бірінші. Ұйымның атауы әт-таблиғ деген араб сөзінен шығып, жеткізу деген мағына береді. Ағым өкілдері дін таратуға 3 күнге, 1 аптаға, 40 күнге және 4 айға дейін ел кезіп, үгіт насихатпен айналысады. Бұлар ресми медреселерде білім алуға құлықсыз, отбасын айлап, жылдап тастап жүре береді. Өзге ағымдар секілді бұл ұйымның да іс-әрекеттерімен айтқан сөздері қабыспайды. Пәкістандық үлгідегі киімдерді киюмен ерекшеленеді. Жекелеген елдің идеологиясын дәріптейді. Тазалықты мүлде сақтамайды. Әлем сарапшылары, таблиғтар лаңкестік жолға адамдарды дайындайтын бастапқы саты деген ұстанымда. Рашид 2005 жылы көршілес Өзбекстаннан Шығыс Қазақстан облысына көшіп келген көп қандастың бірі. Кейін Жамбыл облысына ойысып, таблиғтардың торына түседі. Отбасынан алыстап, дорбар қалаған дағуатшылардың соңынан ереді. Көшеде кездескен адамға тап беріп, кәлима айтуын талап етіп, дойыр догмамен талайларды адастырады, одан қалды әр үйдің есігін қағып, шырқын бұзады. Қырғызстанда көрші мемлекетте бұл ұйымға ресми тыйым салынбаған, бірақ бұлардың ішінен шыққан жаңағы, олар 2017 жылы тыйым салынған Яқин Инкар деген белгілі ұйым бар. Біздің елімізде бұл экстремистік ұйым болып саналады. Яқин Инкар, олар өздерінен өзі пайда болған ұйым емес, бұл таблиғ жамағаттың ішінен шыққан ұйым. Олар мысалға таблиғ жамағат кей кезде араларында жүргендер жоқ, біз сөзбен ғана жеткізуіміз деген болса, бұлардың араларында оны келіспейтін болды, қарулану керек. Енді күшпен жеткізу керек дейтін бір белгі азаматтар топ пайда бола бастады. Сол кезде әрине ол мемлекетте қазір мысалға бұлар назарын қарап отыр. Дін істері комитетінің сараптамасы бұлардың Фазаил Амали кітабына талдау жасады. Ол адамның жігерін жасытып, рухын сындырып, рационалды ойлауын шектеуге бағытталған деген қорытынды шығарды. Сондай-ақ онда шейхтарыңа сөзсіз табыныңдар деген ойда айтылады. 2013 жылы Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотының шешімімен таблиғи жамағат ұйымы экстремистік деп танылып, Қазақстан Республикасының аумағында қызметіне тыйым салынды. Сондай-ақ Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан елдері де бұл ұйымды қауіпті деп санап, елдерінен аластатты. Міндетті түрде өзімді виноватпын деп сезінемін. Басқа адамдарды да осы жолға дұрыс деп, оларды әлбетте мен қателесуіне мен себепші болдым деп өзімді айыптайын да, айыптайын. Үлкен фитна болады. Фитна бүлік. Бүлік адам өлтіруден де жаман нәрсе деген. Адам өлтіру оның асында ол да күнә, бірақ ол бүлік тудыру адамда одан да үлкен күнә екен. Бірінші рет мемлекет үшін қауіпті. 53 жастағы азамат қазір түрмеде теологтардан сабақ алып жүр. Бостандықта оқымаған кітапты қапастап парақтап бастады. Надандық пен қараңғылықтан құтылатын жолды іздеуде, бірақ жылдар бойы санасына сыналып кірген уды шығару мамандарға оңайға соқпауда.